Достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Ал менің кезекті видеом бүгін түсірейін деп жатқалы май құртқа арналады. Май құрт деген ол бұрынғы ата әжелеріміз, мамаларымыз шайға істеуге өте ыңғайлы. Қазақтың вареньесі деуге келеді. Шекер салынған, сұйқылтымдау келетін құрттың түрі. Енді мынау алайын деп тұрған затым, бұл шикізатым айран. Міне айранды бір ыдысқа барлығын құйып алып, бір келкі созылмалы айран аламыз. Міне бір келкі әбден барлығын араластырып алдым. Енді қазір осы тұрған ыдысыма сол айранды құятын боламын. Асты жағылған айранымызды әбден қыздырып, до конца отқа қойып қоямыз. Міне. Сосын шамамыз келгенше осылай араластырып тұруға тырысамыз. Егер де араластырмай тек астын жағып қоятын болсақ, айранымыз іріп кетеді де, одан ден дұрыс майғұрт шықпайды. Сондықтан, егер әдемі, іртіксіз майғұрт шығарғыңыз келсе, осы қайнап жатқан айранның қасынан кетпеген абзал. Міне осылай араластырып тұруға тырысамыз. Арасында ғана қоюға болады. Бірақ көбіне көп осы араластыруды ұмытпаңыздар. Міне айранымыз 5-10 минуттай уже қайнайын деп жатыр. Енді ысып, міне қайнайын деп жатыр. Сұйылып кетті әбден айран. Әбден сұп-сұйық болды. Бұл қайнап, қайтадан қоюланып, түсі сарыланып, барып майғұртқа айналады. Арасында әрине шекер салуды ұмытпаймыз. Басқа ештеңке қоспаймыз. Мен өзімнің рецептім бойынша тек қана айран, шекер, басқа ештеңе қоспаймын бұнда. Егер де қосатындар болады, майдың суын қосуға болады. Кейбір майғұрттарға мен майдың суын құйып жіберемін. Ондай рецепті де бір күні шығаратын болам. Ал мұны таза айраннан. Айранымыз сұйылғанымен қоймай, міне түсі де өзгеріп келе жатыр, сарғайып. Манағы аппақ айран жоқ, түсі сарғайып келе жатыр. Міне қараңыздар, бұның қайнағанына міне жарты сағат болды уже. Бірден айтып қояйын, майғұртты пісіруге өте шыдамдылық қажет. Жоқ дегенде 4-5 сағат қайнайтын өнім бұл. Сондықтан майғұртты қайнатпастан бұрын бірден шаруаны ыңғайлап 4-5 сағат уақытты қиятындай болуымыз қажет. Ал менің майғұртым орта жолға дайындыққа келіп қалды. Енді шекерін саламыз. Шекер осы тұрғанға мен где-то 1-2 килограммдай шекер салам. Осы тұрған бір кастрюль сүтке 2 килограммдай шекер салам. Бірақ бөліп те салуға болады. Бір салуға да болады. Қатты шекерді ұнатпайтын адамдар чуть-чуть азырақ салуға болады шекерді. Вареньеге қалай саласыздар? Дәл солай ғой. Міне, осы шекер салғаннан кейін бұл қайнауы қайтадан саябырс басылып қалады. Қайтадан қайнатып жіберу керек бұл шекерді. Осылайша ары қарай қайната береміз. Сапыруды тоқтатпаймыз. Осылайша шекері салынды, әбден қайнап кетті. Қолымды да ожаудан алдым. Міне майғұрт осылай тарсылдап қайнап жатыр. Сәл-пәл қоюланғаннан кейін майғұрттың астын басуға болады. Баспаса тез қоюланып, тез суалып, аз көлемде шығып қалады. Ал басып қойсақ, баппен қайнайды. Кішкене әбден тарсылдап қайнап кеткеннен кейін басам астын. Міне қыздар, майғұрт деген керемет боп қайнап жатыр. Астын азайтып қойдым өзінің бабында. Міне түсі де камерадан дұрыс көрінбей тұр. Сарғайып келе жатыр. Ешқандай іртіксіз.
Бұл майқұртты негізі көп жерлерде балқаймақ деп те атайды екен. Яғни айранға шекерді қосып қайнату. Негізі біздің батыс өңірде балқаймақты қаймаққа шекер қосу арқылы қайнатады. Бұны бізде майқұрт деп атайды. Құрттың сұйық түрі ғой енді. Айраннан істелінетін құрттың сұйық түрі. Міне әдемі болып қайнап жатыр. Дәмі де тілі үйрет. Енді 1 сағат қайнаса, майқұртымыз дайын болады. 1 сағат емес, бір 30-40 минутта дайын болады майқұрт. Қойылуға да сәл келіп қалыпты. Майқұртым пісіп дайын болды. Міне 1 кастрөлді майқұрттан жартысы ғана қалды. Енді мен айтайын дегенім, міне осындай майқұрттарымды мен осындай топленый молоконың айстың баклажкасына құямын. Осы тұрғанда осы 6 баклажка толу керек. Сәл артық шығуы мүмкін, сәл аз шығуы мүмкін. Көреміз қазір. Дәмді майқұрт шықты. Сап-сары, алтындай сары прям. Түсі де әдемі, дәмі де керемет болып шықты. Осындай баклажкалерге құйып, қысқа морозильникке сақтауға да өте ыңғайлы. Немесе қазірде пайдаланып тастауға болады. Ал видео ұнаса, менің видеома лайк басып, комментарий тастап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар.